He didn't need to go. He needn't have gone. Мұндағы екі сөйлемнің мағынасын салыстырыңыз. Бірінші сөйлемде оның бармауы міндетті емес болғаны айтылады. Ал екінші сөйлемде оның баруы қажет болмағаны, бірақ барғаны көрсетілген. Екі сөйлемнің құрылымы ұқсас болғанмен, мағынасы әртүрлі екенін байқадыңыз ба? Мұндай ұсақ нюанстарды түсіну ағылшын тілінде маңызды, себебі олар сөйлемнің мағынасын толықтай өзгерте алады. Егер сізде ағылшын тіліндегі осы сияқты күрделі құрылымдарды оңай түсініп, еркін қолданғыңыз келсе, мен сіздерге өзімнің грамматика әлемі атты кітабымды ұсынамын. Ағылшын грамматикасын толық меңгергіңіз келсе, кітапты алу үшін төмендегі WhatsApp нөміріне жазыңыз.